Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге меренга рулетінің жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттар 8 жұмыртқа, 300 грамм қант және 2 ас қасық крахмал керек болады. Жұмыртқаны ақ мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сарысынан кішкентай бөлігі болса кетіп қалуға болмайды. Бізге жұмыртқаның сарысы қажет емес, ақ бөлігін алып миксердің көмегімен жақсылап араластырып отырамыз және де қантымызды үстіне аз бөліктен қосып отырамыз. Бізде осындай ақ түсті масса пайда болады. Массамыздың бетіне дайындап алған крахмалымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап алған пергамент қағазының үстіне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Бетіне сәндік үшін орех сепсеңіздер болады, егер сіздерде болмаса сеппесеңіздер де бола береді. Алдын ала қыздырылған пешке 150 градусқа 45 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Бізге 200 грамм сливки, 200 грамм творожный сыр және 60 грамм қант керек болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Рулетіміз әбден суы керек, ыстық күйінде жауға болмайды, өйткені креміміз еріп кетеді. Дайындап алған кремімізді арасына бір тегіс етіп жағып алып шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін рулетімізді бір шетінен бастап, осылай полотенцоның көмегімен орап алып шығамыз. Дайын болған рулетті 40-45 минут көлемінде холодильникке қоямыз. Рулетімізді өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі фруктылармен безендірсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, арнама тіркеліп қойыңыздар.